Қазақстанда орташа жалақы 382 мың теңге деп мәз болып жүрсек, Түркияда 1 миллион теңгеге қойшы таппай отыр екен. Одан бөлек жататын жер, тамағы, киетін киімі және 30 гигабайт интернет трафик береді дейді. Бәрін тастап осы Түркияға барамыз ау. Түркияда 1 миллион теңгеге малшы таппай жатыр. Бұл қаншалықты рас? Бірге тексеріп көрейік. Аталған ақпарат рас. Бірақ бұл тек Түркияның бір ғана өңіріндегі бір ғана шаруа қожалығы ұсынған ақша екен. Толығырақ айтатын болсақ, бұл туралы алғаш рет 30 қыркүйекте Элаза қаласының жергілікті Элаза Ени Хабер сайтында жарияланған. Журналистер өңірдегі Нуритдин Челенг есімді шаруа қожалығының басшылығынан сұхбат алған. Ол жерде Нуритдин қазіргі уақытта шопан табу қиын мәселе екенін айтып, тіпті 70 мың лираға таппай отырмыз дейді. Бұл біздің ақшаға шаққанда шамамен 1 миллион теңгеге жуықтайды. Оған баспана, киім-кешек 30 гигабайтты қосыңыз. Ал біздің өңірде шопанға қанша төлейді өзі? Сол сұхбаттан кейін түркиялық, ресейлік және орталық азиялық бірқатар сайттарда Түркияда 1 миллион теңгеге шопан таппай отыр деген тақырыпта ақпарат желдей есіп үлгерді. Бұл туралы біз Түркияның ресми сайттарында не статистика комитеті сайтында ешқандай ақпарат таппадық. Қойшы мемлекеттік жұмыс ретінде тіркелмегендіктен олардың орташа жалақысын анықтау қиын. Әр өңірде айлық мөлшері әртүрлі. Сол себептен бір шаруа қожалығының қарап бүткіл Түркияда 1 миллион теңге төлеп жатыр деу қате пікір. Жалпы Түркияда шопан тапшылығы бұрыннан келе жатқан мәселе. Түркия қой және ешкі шаруашылық қауымдастығының басшысы Нихат Челиктің айтуынша, қазіргі уақытта 50 мыңға жуық шопан жұмыс істеп жатыр. Дегенмен бұл сектордың тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін 150 мыңға жуық қойшы керек дейді. Ал Түркия ауыл шаруашылығы министрі Ибрахим Юмаклының айтуынша, елде 400 мыңға жуық мал өсіретін кәсіпорын жұмыс істейді және шетелдіктерге жұмыс істеуге ешқандай кедергі жоқ екен. Мал шаруашылығымен айналысатын жергілікті шаруалар болса, бұл мәселені урбанизациямен байланыстырып отыр. Олардың айтуынша, қазіргі таңда жастар жаппай қалаға көшіп, ауылдағы жұмыстарға адам таппай қаламыз дейді. Тіпті ел арасында алтынды табуға болады, бірақ шопан табылмайды деген сөз пайда болған екен. Ал біздің елде қойшыларға қаншалықты жағдай жасалған? Пікіріңізді комментке жаза кетіңіз. Видеомен бөлісіп каналға тіркеліңіз. Шындыққа сіздің де таласыңыз бар.